Mine, қауіпсіздік ережесі. Mantık bir üzüp sürüyorsa bakacağız da. Orundары болашақ. Ja? Көтөбе хозяйство. Жол және жол шаруашылығы. Темір жол құрылысы, жол және жол шаруашылығы мамандығы бойынша. Ал мынау қазір келіп отырғандарың, мына ағаларың, Болат деген ағаларың, мынадағы мастер производственного обучения. Өндірістік оқыту шебері. Бұл жердегі түгел мамандарды өндірістік оқытудан өткізіп, экзамендерден өткізіп, категория бәрі түгел осы кісі арқылы өтеді. Бүкіл осы мекемедегі қауіпсіздік ережелерінің сақталуы, еңбектің қорғалуы, өндірістік жұмыстардың қалай жүргізілуі, бәрі осы кісі арқылы өтіледі. Түгел институттар дегенді білеміз ғой, нұсқау. Түгел нұсқаулардың бәрі осы жерден алынады. Қазір бізде мынадан барып дамықты бұрманы көріп танысу үшін де біз қазір нұсқаулықтан өтеміз. Қауіпсіздік ережелерінің нұсқаулығынан өтеміз. Қазір осы Болат деген ағайларыңыз сіздерге өте мұқият тыңдап отырыңыздар. Жігіттер, қош келдіңдер. Мынау енді болашақ өте істеп жатыр ғой жаңағы ағайларың. Алла бұйырса оқуларында жақсылап тамамдап күтеміз мекемемізде. Енді бізде қазір мына станцияға шыққан кезде өздерің білесіздер, темір жол өте қауіпті аймақ, пойыздар тебіліп қалуы мүмкін. Түрлі жұмыстар болуы мүмкін, маневр жасалуы мүмкін. Сол үшін өте сақ болу керек. Сол үшін қазір темір жолға шыққан кезде обязательно сигналы жедел болу керек. Мынау енді ең простой ішіндегі автомобиль. 1.11. 1.11 маркасы. Маркасы деген қалай түсінуге болады марка деген? Ана артында Крестовина дейтін бар. Крестовинаның повороты марка. 1.11, 1.18, 1.22, 1.16. Ана маркасының саны үлкен болған сайын оның не деп ойлайсыңыз? Не үшін тұр бұлар? Мына қазір осы бағытта тұр ғой мысалы. Егер астектің артынан тірейтін тұрмаса, мынау жаңағы пойыздың салмағымен былайға итеріп кетсе, ар жағы ашылып кетеді. Түсіндіңдер ма? Ар жағында бұның расстояниесі главный пульттан. Ясно. Сейчас ДНС сделал. Битный лагерь, как шанс. Так, жігіттер міне қара. Мынау понижение остряка отрамного рельса деген мынау неисправность. Егер де мынау остряк мынадан 2 мм төмен түсіп кететін болса, онда уже егер 35-тен жоғары болып кетсе, не болады? Потому что колесо бар, мынаны тартады. Мына жер кеңіп кетеді. Былай қарай жылжып кеңіп кетеді да, не болады? Мына болттарын жуады, контролесті. Ана положениеде опасно. Ана 35-тен жоғары болса, мына жақтан келсе, бәрі оны болт жуады. Уровень неше? Жазыңдар. 1 мм. 20-ден асса 2 мм. Мынау 100 граммный рельса. Келесі. Ау. Астында
артын салып ал. Сосын қысып ары қарай жібересің. Уровень ше. Келесі. Корень астрек, мана Корень айтты ғой, корень астрек. Астрек Бірінші прямойға саласың. Не, мынадан саласың. Екі ноқтың ортасын сал. Түзеу сал, түзеу. Неше? 15-20 Уровень. минус 7. Мынаған сал, боковой. Адан сабал бірінші. Артын салып ал. Артын салып ал. Мынаған сал. Жаны бар. Не болды? 15-23 минус 4. Минус деген мына минусы наоборот көрсөт. Минус деген негізі левый жақ бейт деген сөз. Плюс деген правый жақ бейт. Мынадан минус болса ана жақ бейт. Үш сөйтіп жақ қойсақ болады. Сәл қисайтып саласың, кривой болғандықтан шаблонды былай. Өзіңе былай қарағанда неше? 27 минус 6. Уже Мынау өзгеріп жатыр. 29. алтыда тұр. Биік Мына жағы биік. Мына 6 биік минус.